Экс-президент Нұрсұлтан Назарбаев дүйім жұртқа екі ұлы барын айтып жар салды. Әбішұлы зейнетте тыныш қана кітап жазып жатырмын деген еді ғой. Сөйтсек бұрқыратып 50 шақты кітап жазып тастапты. Соның бірін бүгінгі 1 желтоқсан, яғни ескіше айтсақ, тұңғыш президент күні менің өмірім бодандықтан бостандыққа атты мемуарын шығарып, біраз жайттың бетін ашып тастапты. Әрине кітаптың жүрекке әмір жүрмейді деген үлкен бір бөлігін екінші отбасын легализацияға арнапты. Әйелі Әсел Исабаевға ес-түссіз ғашық болғанын айта келе, екеуінің арасындағы махаббат хикаясын майын тамызып баяндаған. Тіпті екі ұл тауып бергеніне алғыс айтып, мұрагерлерін таныстырғандай болыпты. Ең бастысы бәйбішесі Сара Алпамысқызы кешірген. Бұл мемуарда үлкен саясаттағы ойынның барлық кейіпкерлері туралы да айтылған. Енді көрген дұрыс көрермені, құлаққабыңызды тағып, экранға жақындаңыз. Бұл шығарылымда 30 жыл ел басқарып, естелік ретінде деп есеп беріп жатқан Нұрсұлтан Назарбаевқа арнадық. Ассалаумағалейкум. Мы с Сарой Алпамысқызой сошлись в 1962 году прошлого века на Карагандинском металлургическом комбинате. Сонымен Нұрсұлтан Назарбаевтың бәйбішесі Сара Назарбаева, Қарағанды облысының тумасы, экс-басшыға 3 бұрымдыны туып берді. Дариға, Динара, Әлия қыздары жайлы айтпасақ та жақсы білесіздер. Соңғы уақытта президенттің қасынан көрінбей кетіп еді. Сөйтсек Назекеңнің бәйбішесіне деген ықыласы суып, тоқалына көңіл ауыпты. Дегенмен халықтан ештеңені жасыра алмайсың. Назарбаев саяси сахнадан түсіп, шығармашылыққа кірістім деген, осы уақытқа дейін 50-ден астам кітап жазып тастапты. Не деген шабыт дерсіз? Алайда 30 жыл ел басқарған Назарбаевтың халыққа айтары көп болуы тиіс. Сол кітабының бірін менің өмірім бодандықтан бостандыққа деп атапты. Онда Қазақстанды басқарғандағы оқиғалары отбасы жайлы айтып ағынан жарылып, Назарбаевтың туындысы сатылымда. Ал осыған дейін оған бергеніміз көп, қазынаны тонаған басшыға бір тиын да қимаймын десеңіз, кітабында айтылған және жасырып қалған дүниені біз айтып берейік. Жақын отырыңыз. Алдымен Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев туралы бірер сөз. Қыстың алғашқы күні, яғни 1 желтоқсан тұңғыш президент күні болып белгіленген еді. Алайда 2 жылдан бері қазақстандықтар ол күні демалмайтын болды. Назарбаев өзі айтқандай тарих бәрін түзетіп жатыр. Керек емес тұлғаны сырыпта тастайды. Нұрсұлтан биліктен кетсе де осы уақытқа дейін жиған тергені 7 ұрпағына дейін жетеді. Конституцияны түзеп елбасы атауын алып тастадық деп даурығып жүрсек, Әбішұлы барлығын алдын ала ойластырып қойған. Соңғы бауырына берген асты айтқанда ештеңеге уайымдамай, ештеңеге алаңдамай жүре берсе болады екен. Мен ештемеден қамықпаймын, ештемеден жалықпаймын, ешқандай сөз маған тимейді. Қазақстанның күллі жүйесін бастан аяқ жазған өзі болғандықтан ұрымтал тұсын өте жақсы біледі. Сондықтан президент болып тұрған шағында бірнеше қор ашып, сол арқылы ішінара компаниялар бекітіп қояды. Жылжымайтын мүліктер, ірі компаниялардың акциялары барлығын осы қорға байлап жүргізіп отыр. Байлардың осы қорларды не үшін аша беретінін енді түсіндік. Өйткені қанша миллиард айналымдардың есебі жоқ. Одан қалды салықтық жеңілдігі бар. Нұрсұлтан Назарбаевтың қорына 20 шақты компания тіркелген. Ал Назарбаев жұмыссыз, үйсіз қалды деп уайымдауға еш негіз жоқ. Өйткені заңда жазылғанда экс-президенттің посттан кеткендегі жүріп тұруы, медициналық тексерістері, қауіпсіздігі барлығы мемлекеттің мойнында. Тіпті тұңғыш президенттің зейнет ақшасы айлығының 80% төленеді екен. Ал елді басқарған Назарбаевтың қанша жалақы алғанын ешкім білмейді. Жұрттар секілді 150 мың теңге алмағаны айдан анық қой. Халқымнан несін жасырайын деп ағынан ашылып кітап жазыпты. 30 жылда бастан кешкенін бір кітапқа сыйдыруды жөн санапты. Саяси айтыс-тартыстан бөлек жеке өміріне қатысты қым-қуыт оқиғаларды жіпке тізеді. Қазақстанның мис қызын тоқалдыққа алып, одан 2 ұл сүйгенін жұртқа мақтан еткендей жайып салды. Экс-президенттің 2 ұлына ерекше акцент беруі тегін емес. Бұл бір жағынан сізбен бізге қыр көрсету. Өйткені тірісінде қойнына тыққан бар байлығын мұрагерлікке табыстайтын кез келді. Бір жағынан оқиға қайталанады дегенде сес көрсетіп, Тауман, Байкен есімдерін жұрттың құлағына естіртіп жатқандай. Назарбаевтың ұлдары бар екені бұған дейін де айтылған. Бірақ өзі ешқашан ондай балалары барын мойындамай келетін. Талдықорған сапарында Әсел Исабаевамен танысады. Сөйтіп тоқалдыққа байлап көңіл ауады екен. 60-сында асық алшысынан түсіп, шекесі тоқпақта 2 ұл туып береді. Аттарын Тауман, Байкен деп қойыпты. 65 жасында Әсел Исабаевамен некесін қияды. Бәйбішесі Сараның сахнадан көрінбей кеткендігі де содан екен. Өлдім, күйдім, сүйдім деп алып ұшқан сезімін Нұрекен кітабында жар салып жазыпты. Назарбаевтың сонда біз білетін 3 қызы, 2 ұлы бар, ал біз білмейтіндері қанша. Бірақ өз сөзінде Назарбаев қыз ұл деп бөліп жармайым депті. Бірақ 2 ұлы Тауман мен Байкеннің ұрпақ сабақтастығын жалғап, әулеттің үзілгелі тұрған үмітін қайта тірілткенін әңгімелейді. Айта кету керек, Назарбаевтың 3 қызынан 6 жиен немересі бар.
Ал тоқал алған қылығын қайнатамнан үйрендім дегенге келтірді. Өйткені тоқалдыққа жас қызды аламын деп Сара бәйбішесіне таныстырғанда қарсы болмапты. Керісінше қайнатам кезінде Қарағанды қаласында байлығы мен қатыны көп байдың бірі болған деп жазды. Барша жұртқа жар салып ұлдарын таныстырғанның да өз сыры бар. Өйткені Назарбаевтар әулеті күллі дүниесін қазір ұрпақтарына жазып беріп жатыр. Зәулім үйлері, саны жоқ компанияларға біреу бас көз болу керек қой. Назарбаевтың қос мұрагері ат жалын тартып мінер жасқа жетті. Тауман 2005 жылы өмірге келсе, Байкен 2008 жылы дүние есігін ашқан. Нұрсұлтанның жазған кітабында біраз дүние қамтылыпты. Ол тіпті отбасы туралы тың ақпараттарды айтып, күйеу баласы Рахат Әлиевті біраз жамандапты. Қол астында жұмыс істеген адамдар туралы біраз қалам тербепті. Сол Сумақайға кешірім жасамауын керек еді деп жер теуіп Мұхтар Әблязов жайлы айтыпты. Сөзіне қарағанда сеніп қалдым, Сумақайлар алдап кетті дейді. Алдымен түрмеге жауып, біресе бостандыққа шығарып, өз қылмысын өзі ашып жатқандай. Өйткені Назарбаев ол кезде өзі сот, өзі би болатын. Енді міне бәрі осылай айналғанда әттең деп отырғаны. Байлықты бауырына басып, білген істеді деп айыптапты кітабында. Енді саяси сахнада Нұрсұлтанның өзінен таза, одан әділ ешкім болмағандай. Жұрт аузында жүрген кітапта ағасының баласы Қайрат Сатыбалды туралы да жазыпты. Ағасы қайтыс болғаннан кейін әке орнына әке болдым дейді. Заңды бұзып түрлі схемаға барғандығында айтып отыр. Әбішұлы қазіргі президентке де өкпелі екен. Осыған дейінгі Тоқаевтың тарапынан айтылған астардылсын Назарбаевқа ауыр тиген болу керек. Бұл өкпені Назарбаев берген астындағы сөзінде айтқан болатын. Экс-президенттің ескі гвардиясы ертеңгі күні Тауман мен Байкен тандемінің төңірегінде топтасуы ғажап емес. Сондықтан келер жылы ескі жүйе қандай сый дайындап қойғанын көре жатармыз.